Достар, сәлеметсіз достар, бүгінгі видеолықта мен сіздерге өте топы видеолықтайында қойдым. Өші мен қалай түріп дамыған жайлы видеолық түсірген болатынмын. Ал егер сіздерге осындай форматты историялар ұнаса, лайк бас, комментарий жаз. Ал біз өзіміздің видеоларымызға кеттік. For my life, can't say that, girl. Don't tell me you could say that shit. All she want is payback. Достар, қайтадан барлықтарыңызға сәлем. Мен Фленди жайде өмір баянды бастайын. 2015 жыл және 2016 жылдың аралығында мен YouTube көріп бастаған болатынмын. Әрине YouTube'да баяндан көрдім, бірақ Minecraft ойыны көріп бастаған болатынмын. В общем, сол ойынды көріп менде түсіргенге кетті, бірақ мен телефоным не позволяло түсіруге, потому что Android кішкентай болатын. Samsung телефоны просто түсіре алмайтын, просто канал ашып қойғам и все. И ойындар ойнай алатын и все. А потом 2016 жылға чудо болып, мен өзіме сотка сатып алдым. LG-K8 деген, который тұрған сол кезде 70 теңге, вот, 70 теңге сатаған болатын. В общем, бюджетный телефон болғам деп ойлағам, бірақ сөйтсем ол говно полный болған екен. В общем, соны алып мен ең алғашқы видеоларым түсірдім. Жаттап алыңдар, ең алғашқы каналым мен Algore Games, бірақ ода видеолар түсіремадым, вот. А потом Storm деген канал аштым. Вот, соған Minecraft түсіп бастадым. Ең алғашқы видеоларым ол менің Кубический мир выживание деген атты. Бірінші расым түсірген, просто үйде ремонт болған. Сосын жаңағы дрелинг дауысы естіліп, видеоларды жасаған болатын. Ол кезде мен музыканы қатты қоссаны просто тупой басым сол видеороликтағы дауысты убрать ете алмады. Просто сондай не да монтажер, не да ютубер болғам, и просто алдым да оны жасаған болатын. Потом мен оны монтаж етіп үйрендім, просто монтаж етіп үйрендім, и Foxy Bro деген канал аштым. Ол жақта мен SKLBSG деген қалай, достар, голодные игры бар, все бар ғой. Сол жақта көп видеоларды түсіріп бастаған болатын. Foxy Bro мен 80 және 100 подписчиктай жинаған болатынмын. И достар, ол каналды өшіп тастадым, потому что достар басқа одноклассниктан тауылған болатын, типа сен осылай түсіресің, мынау деп тауылған болатын, өшіп тастаған болатын. Актив нормально болатын, 30-40 жинап тұратын әр видеороликтарымда. И достар, потом мен 2017 жылы Ruby деген слитый имиджді алған болатынмын. Вот. Слитый имидж, ол проклятый просто. Сол үшін қаншама дау болған, мен 400 подписчигім болған, актив нормально болатын, бірақ маған дена жасан деп қорқытқан, типа имидж жасамасаң дена жасаймыз деп. Вот достар. Сосын сол канал өшіп тастап, имидж сат жеріп, кетіп қалған болатын, и потом 2017 жылы Худик деген ютубердан имидж сатаған болатын. То есть имидж дегенде скин, поза, арт, аватар и так далее. Өзінің бір имиджі, короче, вот. Не знаю, не след, короче, өте топовый скин болатын. Мен оны сатып алдым, және ник ойлап табуға тырыстым. Вот. Ник, короче, Flashy деген канал болатын. В общем, сондай каналға, то есть никқа ұқсас қылып істейін деп, Фленди деп ютубқа жазған болатын, гуглға жаздым. Ондай никакой мыкпеші болған жоқ. Так что Фленди деген ник менің негім, вот. Онда ник вообще тапқан жоқпын, онда история тапқан жоқпын. И осылай Фленди деп ник қойып өзіме құрап алдым. Сосын орысша түсіріп бастадым, бірақ орысша түсіріп жүрген кезде мен Айбол, Falcon, вот. Қазақша комментарий түсіріп жүрген актив көп екенін біліп, мен тұрдым да қазаққа келсем мен там кетемін ғой деген оймен келіп ютубқа видео түсіріп бастадым, вот. Сосын флексчикпен танысып, онымен достасып, короче, бір-бірімізге көмектесіп, өте жақын дос болып араласып кеттік. Ол мен дамытып, мен оған көмектесіп, не болса да, короче, превьюмен көмектесіп, короче, бәрін істеген болатын. Сол уақытта мен өзіме топовый стиль тауған болатын. В общем, жарты мыкпемен комментимен сол привет салған. В общем, достар, потом Шелзи айт стильді привет сатып бастап, очень топовый кетті Шелзи, сосын одан сатып кетті. Вот, нормально. Маған бәрі де ақша жеткілікті болатын, пиардан, вот, нормально болатын, и сомен өмір сүрдім. В общем, вот, так вот. Шелзимен қалай таныстым? Шелзи, короче, өзі кеп жазған болатын маған, типа, осы стильді привет жасап үйретші деп. Окей деп көмектестім, зато ол маған совместка түсіріпті жеді өзінің каналына. Санчо мен енерес үшеуміз отырап рубит еткенбіз Майнкрафтты. Өте топовый видеолик болған, ссылкасын қалдырайын десем, просто достар, Шелзидің каналында ол видео өшірілі екен. Вот, достар, кешіріңіздер. Өте топовый угарный видеоролик болды. Кімнің есімде лайк басыңыздар и комментарий жазып кетіңіздер менің есімде деп. Вот, достар, сөйтіп ютубтан келіп осы сендердің қастарында жүрмін, достар.
Достар, енді мен сіздерге не айтқым келіп отыр. Қанша YouTube келсем де мен сдаваться еткен жоқпын. Иә, сдаваться еттім кейбір моменттерде, бірақ мен қайта аяқтан тұруға тырыстым. Сол сияқты сендер де видеороликтар түсіріп аяқтан тұруға тырысыңдар. Сендер де біз сияқты, Шелзи сияқты, Зефрик сияқты, любой Ненрис Фелкон, любой мықты атақты нота сияқты мыкпештер болғаныңыз келсе, то аянбай еңбек ету керексіңдер. Пиар етші, анау етші деп жазып комментарийға қажет жоқ, достар. Нота, Шелзи, бәрі бір жылдың ішінде емес, бір 3-2 жылдың арасында көп ертіп, опыт жинап қана мықты ютубер болып жатыр. Ал сендер енді ғана келіп, мықты топовый мыкпеші болған келеді, бірақ бұл достар олай болмайды. Әр ютубердің өз уақыты келеді, достар. Просто видео түсіріп жүріңдер. Просто и все, достар. Просто видео түсіріп наслаждаться етіп жүріңдер. Сізден де уақыттан кейін атақты болатын. Бәрі достар, со временем болады. Я вот, достар, осы видеоролик болды. Егер сіздерге видеоролик ұнаса, лайк бас, комментарий жаз. 7-8 метр видеоролик болды, достар. Просто видеороликті көргендерге рахмет. Сізден болған мен фуллен яғынаға тірке, лайк бас, комментарий жаз. Ал біз сендермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, көріскенше, пока-пока, чау.